Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Бизел Ордасы хан. Ендеше біз ең алғаш рет сіздермен, мен өзім көп подписчик болмаса да сіздерге бір нәрсе көрсетейін деп тұрмын. Новичок, яғни енді ютубер болып осы видеоны түсіріп келе жатқан ютуберларға керекті заттар. Ол ең бірінші мобизен. Ол жұдырық сияқты болады. Және де екінші, ол плей үйрену керегі жоқ. Екінші Power Director. Ол міне оң жақтың астында тұр. Міне сол приложение, мен сол приложение өте керек болады сіздерге. Осы жаңа видео түсірушілерге монтаждауға, анықтауға. Мысалы мен сонымен көбінесе соны пайдаланамын. Өйткені мысалы менде киномастер бар, міне ол киномастер осы мобизеннен видеоны түсіріп салдым мен, бірақ ол қабылдамайды. Видеоны қабылдамайды, істемейді, вирус сияқты бір нәрсе істемейді. Бірақ бұл жаңа телефон, сондықтан вирус болмау керек та. Екінші Photoshop Express. Бұны сіздер лақтыруларыңыз обязательно керек. Өйткені бұл сіздерге қатты керек болмаса да өздеріңізге бай. Бірақ ол қосу не үшін қиын сіздерге білмеймін. Сосын Snapseed. Ол да керек болады, бірақ ол карта қоюға. Видео карта дегенде кім дегеніңізге айтайын. Кейбір нелер түсінбейді. Осы видеоларды көріп жатқанда, мысалы сіздерге қазір көрсетіп жіберейін. Мысалы сіздер ютубқа кірдік, мысалы ютубқа. Міне осындай суреттер. Міне мынау экрандағы мынандай суреттер қояды, сол карта. Бұл енді тоже керек болады сіздерге сондайды өзгертуге. Енді ең басты сіздерге творческая студия ютубке. Міне ол тағы да оң жақта ең астында. Ол сіздерге өте керек болады, себебі жаңағы картаны қою үшін. Сол ютубтың несіне өздеріңіз видеоларыңызға үшінші және де ең соңғысы пикселі. Бұл сіздерге өте керек болады. Мысалы ютубқа мысалы жаңасын баста өте любой бір нәрсені жаза саласыздар. Мысалы осындай бір өздеріңіз істейсіздер, текст добавить етесіздер, міне осы текст сосын оған жазасыздар. Мысалы Бизел Ордасы хан дейсіздер. Енді барлығы басады, енді өздеріңіз білесіздер оны. Және де оны кетуге болады. Мысалы біз он бір болсын, жоқ одан кішкентай елу жеті болсын. Мынау қисайтасың. Керегі жоқ, және де оның түсін бойы етті. Мысалы мен мынандай таңдайын, және де оны былай оның екенін білмедім, бірақ осының үстіне стиліне қоя салады. Керегі жоқ. Мысалы стилін таңдайсыздар. Міне мысалы мынаны таңдаймыз. Окей, міне біздің каналымыздың аты өзгерді, кішкене тұрып. Қисайтпай-ақ қояйық, қайтер бұны. Бұлай болса, мысалы, міне бұлай осылай тұра берсін. Так, ендеше жылжытайық, кішкене так, міне бұл осы екен. Сосын салынан қосамыз, қара түсті болсын. Мынау сөздің шеті, сөздердің шеті любой бола берсін. Мысалы мен мынаны таңдаймын, және осыны қосамын да қара түсті таңдайық, кішкене қаралау болсын. Мынаны қосамыз, кішкене реалистичный. Мыналарды мен жүзге қоя берем. Бұлай, және осыны қосамыз. Мынау енді 3D. Мысалы бұлай. Бизел Ордасы хан дегенде бұлай өзгертеміз. Немесе бұлай жатқан сияқты. Осылай қояйық, иә. Және 3D-ны бұрамыз. Кішкене бұлай. Бұлай болсын, иә. Мысалы бұлай. 3D қосамыз. Бұны енді кішкене бұлай созуға болады. Мынау любой бір түсті таңдаймыз. Және оны бұлай ағартамыз ба, қарайтамыз ба, өзіміз білеміз. Мынау градус қаншалықты неге бұрылатыны. Мынау да сондай. Және мынау да сондай. Ендеше мыналарды мен осылай жүзге қоя берем. Ок. Ендеше мынау 3D көлеңкесіне болды. Так, мынаны қоямыз. Бұл несі ғой? Жылтырап тұрған не сияқты ғой. Ендеше осымен осылай істейміз да. Мынаған басамыз. Save to gallery басамыз. Сосын ол сіздерге сол галереяға лақтырылады. Ендеше сіздермен болған мен Бизел Ордасы хан. Барлықтарыңызға рахмет. Осы видеоны көріп жатқандарыңызға сау болыңыздар.